Ассаламетсіздер ме? Менің атым Нұрболат. Көп адам маған Draw My Life деген видеоны түсірсін деген. Даже алдыңғы видеоға 8000 лайк жинап тастапты. Ну енді қош келдіңдер. Draw My Life, өз өміріңді суреттеп айт. 2004 жылы қыркүйек айының 17-сінде Ақтау деген қалада Нұрболат деген бала туылды. Сонымен ғой. Жақындарымның көбісі мені Нұрболат емес, Нурик немесе Нұрбо деп атайды. Оказывается, мен бөпе кезімде семіз болған екенмін ғой. Ана маған күнде манной каша пісіріп беретін еді. В общем, живи по кайфу болды ғой менде. Көп мультфильмдерді қарадым, особенно Никелодеонның және Cartoon Network деген каналдардан. Ол кезде Самурай Джек деген мультфильм болатын еді Cartoon Networkте. Сол мультфильмге қарап мотивация алып дегенде өзімді крутой сезінемін да ежі. Біраз жылдардан кейін мен садикке барып жүрдім. Негізі ол кезде маған садикке бару ұнамады. Неге екенін білмеймін, мүмкін мені ерте тұрғызғаннан шығар. В общем, солай. Садикте мен сурет салуды жақсы көретін едім. Садикте мен көп балдармен дос болдым. Бәріміз бірге ойыншық ойнайтын едік. Даже есімде менің ойыншық Бэтменімді бір бала ұрлап алып кеткісі келген. Бірақ оның басына тағы бір ойыншығымен салып басқан соң ғой. Еще сәкте апайлар айтады ғой, балалар тұрамыз деп. Сол кезде мен үй такой болдым. Ішім пісті дегенде и кроваттың екінші этажынан шықсам, бір қыз тұрды. Енді ол кезде кішкентаймыз ғой, сол үшін просто так бір-бірімізге қарап тұрдық. Білмеймін, әйтеуір дәм болсын сөйлестік пе, маған ұнады әйтеуір. Ал үйде болса мен компьютер ойнағанмын. Ішінде GTA San Andreas, GTA Vice City, Counter Strike болды. Особенно Paint деген программа болды, мен соның ішіне көп көретін едім. Көрдіңіздер ме, даже сол кезден бастап мен творчествоға қызығатын болдым. 2010 жылы қыста мен және әкем екеуміз аққала жасап отырамыз. Бірақ ол аққала кәдімгі аққала емес, сақалы бар аққала ғой. Сол жасап болғаннан кейін мен үйге бара жатқанда баспалдақта екі адамды көрем. Біреу ағасы, ал екіншісі інісі. Сол кезде мен үй жақта роднойымды таптым да ежі еді. Оның аты Аслан, Асик. Біз Асик екеуміз көп қойдық, көп қырылдық, сөйтіп жүрдік, короче. Мен солмен бірге кикбоксқа қатысқаным, маған сол спорт ұнаған. Мен неше затқа қатыспадым дешеш, кикбокс, бокс, сурет, күрес, би. И, конечно, солардың барлығын где-то 2-3 айлардан кейін тастадым. Бірнеше апта өтті, мен өз анамды вообще көрген жоқпын. Қайда екен деп жүрдім. Сөйтіп әкем мені больницаға алып кетеді. Больницаның 3-ші или 4-ші этажында анам терезе маған привет дейді. Дым түсмедім. Сосын той болады, какой-то праздник. Оказывается, менде уже братчика бар екен ғой. Потом қуанып кеткен соң бір жаққа жұмсайтын адам таптым. 2011 жыл. Сол кезде мен мектепке барғым келді. Бекер барғым келді негізі. И потом мені 11 жылдық түрмеге отырғызған тупой деген атты статьямен. Оқыдым и сөйтіп жүрдім. 2013 жыл. Мен жай ғана анамның соткасынан, яғни Nokia-сынан Mortal Kombat ойнап отқаннан. Ол кезде мода ғой сол ойын. Достармен бірге сол ойынды Bluetooth-мен жіберетін едік. И сөйтіп бір күні случайно YouTube-қа кіріп қалам. Прикиньте, ол кезде мен білмеймін YouTube не екенін. Сол YouTube-қа кіргенде мен SpongeBob'тың Goofy Goober деген видеосы бар емес па, соны қарайтын едім. Бірақ YouTube жайлы сөйлесу әлі ерте. 2014 жыл. Маған әжем жаңа телефон алып береді. Сол сотке жаман қуандым бар ғой. Рахмет әже сізге. Samsung Galaxy Star ақтыры. Қазіргі сол телефон жұртқа көрсетсең күледі. Сол телефонмен мен не істемедім дешеш. Музыка тыңдадым, ойын ойнадым. И, конечно, қалай ойлайсыңдар? Конечно, YouTube қарадым. Кәдімгі качествосы 240 пиксель видеоны менің мегабайтым зорға загрузка болып тұрды ғой. Ұстаған ғой менде Кейін өсе келе мен YouTube-тан орысша видеолар қарайтын едім. И сөйтіп 2015 жылы Мистер Прикольщик деген атты канал ашылды. Мен, Асик, сосын Диас деген бір досым болған. Үшеуміз орысша түсініксіз, мағынасыз видео түсіретін едік. Үй жақтағылардың барлығы мені мазақ қылатын еді. Типа, вообще түсіре алмайсың ғой, видео түсірмей-ақ қойшы деген сол сөздер менің жүрегіме қатты тиетін еді. Мен сонда да видео түсіріп, орыс ютуберлерін қарай бердім. Бірақ әкем көп орысша видеоблогерлер жақтырмаған. Ивангай, Брайан Мапс деген сияқтылар. Сол кезде қазақша видеолар неге қарамайсың деп ұрсатын еді. Мен сол күннен бастап әкемнің айтқанын тыңдап қазақша видеолар қарайтын болдым. Және де ол маған бірте-бірте ұнай бастады. Мен де сол қазақ ютубын дамытқым келіп жүрді. Мен жайлап монтаждауды үйреніп бастадым. Маған жаймен тіркеушілер мен даттаушылар, яғни хейтерлер жазыла бастады. Менде 200 тіркелуші болды. Осы 200 тіркелуші мен үшін әлемдегі ең көп тіркелуші болғандай болды. Мен даттаушыларымды, яғни хейтерлерімді де жақсы көретін едім. Себебі олар мен үшін жарнама секілді болды. Мен содан екінші канал аштым, Мистер Вайн. Ол каналда мен орысша видеолар түсірдім. Кейін сол орысша видеоларды түсіруге жалықтым. 2 видеодан кейін мен сол Мистер Вайн деген каналды жаптым. Сөйтіп жүріп жарты жыл өтті. Мен өзімнің каналыма сұрақ-жауап деген видео түсіру шештім. И вот монтаждадым да салдым YouTube-ға.
И потом білесіңдер ме не болды? Менің каналдағы просмотрлар көбейе берді. Мен қуандым десем де болады. Содан кейін мен достарыммен, яғни мен, Аслан, Еркош совместно видео түсіруді шештік. Бір-бірімізге идеялар айттық. Бірге видео түсірдік. Ал кейбір көрермендерім оларды жақтырмай бастады. Өйткені каналды жүргізетін тек мен едім ғой, а тут сразу 3 адам. Потом жайлап соған үйреніп бастадық. Маған видео түсіру кәдімгідей жұмыс сияқты болып қалды бар ғой. Видео түсіргенді өте ұнататын едім. Достарыма да видео түсірген ұнайтын еді. И сосын біз осындай шешімге келдік. Ачу, давай канал ашпадық па? Не деп қоямыз атын? Сосын үшеуміздің атын қысқартып қасына студио деген сөзді жалғап қойдық. А Аслан, Н Нұрболат, Е Еркебұлан. А не студио. Я білем, бұл тупо болды. И пошло-поехало. Просмотрлар басында болмады, бірақ өтпейтін приколдар деген видеоны салған кезде хайпова деп жүрдік. Ал біз оны негізі по приколу салғанбыз. 2-3 ай өткеннен кейін бізде сол Ани студио каналынан арамызда конфликт болып қалды. И потом әрқайсысы по своему кетті. Но кейін біз мирно достастық. Менің каналым сол кезде 10 подписчикке жетті. Мен қуанып соған орай мини клип жасадым. Мені бұрын мадақтаған адамдар сол кезде ютубқа және де маған қызық бастады. Типа ақша табасың ба, маған көмектесесің ба деген сияқты. Достар, өмірде сондай адамдар болды және де болады. Әрдайым өзіңізге сеніңіздер. Дальше каналым өсе берген. Мен Қазақстандағы мықты ютуберлермен танысып достастым. Темірлан Болат, Нұрлан Қаламов, Аян Қошанов, Пазл, Ерса, Морбит, Супер Кигач, No Channel, Мико KZ, Данил Креал және де тағы басқа адамдарға, ютуберлерге, блогерлерге рахметімді айтам сендерге. Сендермен танысқаныма өте қуаныштымын. Творческий кризис, депрессия барлығы маған жауысты. Мен инстада вайн түсіріп бастадым. Өйткені тек бір жерде тұрып қалмай басқа жақтарда контент істейін дегенде. Кейін мен 100 000 подписчикке жетіп, күміс батырмасын алдым. Осылайша мистер Прикольчиктің тарихы аяқталды. Енді ары қарай білесіңдер ғой не болған еді. Квангали. Бұның барлығы сендердің арқаңызда, рахмет сендер көрермендерім. Егер сендер мені қолдамағанда мен осылай жетістіктерге жетпеуші едім. Тек осылай тоқтап қалмай ары қарай талай жетістіктерге жетеміз деген ойдамын. Егер осы әңгімем сендерге ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліңіз. Бұл маған өте приятно. Солай лайк басып каналға тіркеліңіз. Ал сендермен бірге болған мен, баяғы мистер Прикольчик, Қуанғали Нұрболат. Давайте, пока-пока, чао. I love you my subscribers. I love you. Ладно, давайте. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret